Сәлем достар, сендермен Уәли кәсіпкер. Бүгін Канададағы жүргізуші куәлігін алу туралы сөйлесеміз. Біріншіден, Канаданың ерекшелігі, ең үлкен ерекшелігі әр провинцияның өзінің жүргізуші куәлік туралы және жол жүру ережелерінің өзінің ерекшеліктері бар. Мысалы, Онтарио, біздің осы тұрып жатқан Онтарио провинциясында жүргізуші куәлігінің 3 деңгейі бар. Бірінші деген G1, екіншісі G2 және Full G. G1 деген оқушыларға беріледі. Оны алу үшін тек қана тест тапсыру керек. G2 ол кішкене тәжірибесі 16 жастан беріледі, G1 айтпақшы. G2 ол жүргізуші кішкене тәжірибесі аздау жүргізуші. Оны алу үшін бір жылдан кейін G1-нан бір жыл күтіп, сосын road тест дейді. Кәдімгі жүріп көрсету керек. Арнайы емтихан бар тапсыратын. G2 деген ол кішкене тәжірибесі аздау жүргізуші. Оның кішкентай шектеулері бар. Және оны алу үшін бір жыл G1 мен бір жыл жүріп, содан соң жолға шығып, қаланың ішіндегі көлікті айдау қабілеттерін көрсету керек. Ал Full G деген оны G2 мен 2 жыл айдап, тәжірибе алып, сосын бірақ арнайы road тест, highway road тест дейді, трассаға шығып, сол жерде айналып, жүргізуші қабілеттерін көрсету керек. Сосын барып Full G алады. Оның кішкене ерекшеліктері G1-ны бағана G1 деген оқушы правамен, жүргізуші куәлігімен тек қана қасында Full G демек толық жүргізуші куәлігі тәжірибесі мол жүргізуші отыру керек. 4 жыл, кем дегенде 4 жыл тәжірибесі бар жүргізуші қасында отырып, сол кезде ғана айдауға болады. G2 мен айдай беруге болады, бірақ кішкентай шектеулері бар. Қазір есімде түспей жатыр, кешірім сұраймын. Мына жерге жазып қойын. Мына жерде кезекте тұрған адамдардың барлығы сол драйв тест центрге, осындағы сон сияқты орталық, сол жерге тұр. Қазір жолдағы жүру тестісін тапсыратын жерге барамыз. Мінекей мынау тест қабылдайтын жері, бөлек жүргізушілер айдап көрсететін жер. Арнайы мынандай паркингтің белгілері бар, белгіленген орын. Өз көлігіңмен келесіңдер, сосын алып осы жерде орынға қойып, ішіне барып тіркеліп, сосын осындағы емтихан қабылдаушы инструктор келіп отырады, көліктеріңізге бәрін тексереді, оң жақ сол жақ поворотниктерін бәрін тексеріп, сосын жолға шығады. Қасында жүріп келе жатқанда өзінің дәптеріне, айпадына белгі салып отырады, қалай жүрген бойынша. Сосын барлығы сәтті өтсе, айналып қайтып келесіңдер, сосын окей басады, бітті. Сонымен емтихан өтсең, әрине өтсең қабылданды дейді, өтпесең келесі жолы қайтып келіп қайта тапсырасың. Жолда жүру емтиханының 2 түрі бар, бағана айтқандай. Біріншісі City Road тест, екіншісі Highway Road тест. Біріншісін әлгі G2-ді алу үшін тапсырады, екіншісін Full G алу үшін тапсырады. City Road тест қатты қиыншылығы жоқ, қаладағы жүру ережелері, жалпы паркинг, параллельді парковка тұру, паркинг жасау, freeway turn дейді, бұрылу, қайта артқа бұрылу деген сияқты. Және енді ең бастысы сол қаланың ішіндегі белгілерге
жол жүру ережелерін білу және қолдана білу туралы соны тексеруге арналған бағытталған емтихан. Ал highway road тест деген тас жолдағы highwayдегі жүру ережелерін және жүре білу қабілеттерін тексеруге бағытталған. Мысалы, біріншіден жолға шыққан кезде City Road тесті бұрылуды, жолақты ауыстыру, сол жақ оң жаққа үнемі айнаға қарауды тексереді, сосын қайтадан орныңа қайтадан бұрылуды тексереді, жолаға ауыстыруды. Сосын бағанағы айтқан қалаға кіреді, паркинг roadside стоп жасайды. Ол жолдың шетінде тоқтау қабілеттері, тоқтап қойын, сосын паркинг қосу, қол тормозын, қол тежеуішін қосу жайында. Сосын осылай highwayге шығады. Мына қазір highwayге шығып бара жатырмыз. Бұл жердегі ерекшелігі жолға шығар кезде міндетті түрде акселерация жасау керек, үдеуді қосу керек, тезірек жүріп, кем дегенде сол қасында жолда келе жатқан көліктердің жылдамдығымен бірдей болу керек. Баяу жүруге болмайды, сондықтан мына жерде қосамыз. Speed limit 90, кем дегенде сол бір 80-90-ның қасына келу керек. Сөйтіп жолға шығамыз. Жолда тағы да солға қарай жолаға ауыстыру дейді. Айнаны тексереміз, blind spot және сигналды қосамыз, бұрылу сигналын. Жолда оң жақ, сол жақты тексеріп отыру керек, blind spot, айналарды тексеру керек. Сосын қайтадан оң жаққа қарай көшу керек дейді. Шамамен осының ар жақ бер жағы. Сосын қайтадан осымен кішкене жүріп, біраз қайталанып, қалаға қарай қайтып, бағанағы тест орталығына қарай қайтады. Жалпы бұның осы Канададағы ең қатты ерекшелігі ережелерді қатайып қалғандай тексеру емес, адамның осы жолдарда, қаланың жолдарында және highwayде, трассадағы басқа көліктер бар кезде жүру қабілеттерін, жалпы жүру қабілеттерін тексеру. Өйткені мен тапсырған кезде, қазір ғана шықтым, жақында, мен тапсырған кезде біздіңше үйреніп қалғанда, бұл жұтпай, ойбай қатып қалғандай тәртіп бойынша бәрін тапсырсам, маған керісінше ескерту жасады. Арттарыңда көп күтіп қалдың, бұрылған кезде көп күтіп қалдың, арттарыңда адамдар сигнал басып, тездеттірді дегендей 2-3 мәрте ескерту жасады. Соның өзінде мен тапсырмай қалдым ба деп ойлап қалдым. 15 жыл жүргізуші тәжірибем бар болғанның өзінде тапсырмай қалдым ба деп едім. Жоқ, тапсырдым. Болашақта осылай айналаңа қарап жүр, сонымен жүр деп айтқанда. Мен жалпы солай жүрем. Бірақ осында мүмкін ерекше тестке ерекше мән беріп, ерекше бәрін қадағалау керек па деп ойлағандықтан, мына кісі де тест тапсырып жатқан сияқты. Сөйтіп ойлағандықтан өзім керісінше ескерту алып қалдым. Бірақ бағым жанып, жолым болып осылай өтті деді, тестті тапсырдың деді. Сондықтан енді куәлігімді 2 аптаның ішінде алам. Қолыма қағаз куәлік берді, уақытша куәлік. G1-нан кейін уақытша куәлік берді. Ал толық келесі жүргізуші куәлігім
Үйге почтамен келет, 2 аптада мен көрсеткен мекен-жай бойынша почтамен келет деді. Сонымен қысқасы осы. Ел қатарлы енді толық жүргізуші куәлігін алдық. Келесі кездескенше сау болыңдар.